айнымасы бар. 3 теңгелер жүйесі берілген. X пен Y-тің көбейтіндісі 6-ға, X пен Z-тің көбейтіндісі 2-ге, Y пен Z-тің көбейтіндісі 3-ге тең. Және бұлардың әрқайсысы нөлден үлкен болу. Бұл жерде біз 3 теңдікті мүшелеп көбейтеміз. Сонда X квадрат көбейту Y квадрат Z квадрат тең 6 көбейту 2 көбейту 3 түріндегі теңдік болады. Енді X көбейту Y көбейту Z-тің квадраты, сонда бұл жерде 6-ның квадратына тең болады. Үшеуі де 10 болғандықтан біз плюс минус 6 деп алмаймыз, тек плюс 6-ны аламыз. Сонда X көбейту Y көбейту Z-іміз 6-ға тең болады. Біз жаңадан тағы 3 айнымалы қатысқан тағы теңдеу алдық. Енді бұны бастай берген 3 теңдеуге бөлу арқылы әрқайсысын шешім табамыз. Бірінші X көбейту Y көбейту Z-ті бөлеміз X Y-ке 6 бөлу 6 мүшелеп бөлеміз. 6 бөлу 6, сонда X пен X, Y пен Y қысқаратты, Z тең 1-ге деген жауап шығады. Енді екінші теңдеуге бөлеміз, сонда X көбейтілген Y көбейтілген Z бөлінген X Z тең 6 бөлу 2 екінші теңдеуге бөлдік. Бұдан X пен X, Z пен Z қысқарып, Y тең 6-ны 3-ге бөлсек, Y тең 6-ны 2-ге бөлсек, Y тең 3-ге жауап шығады. Енді үшінші теңдеуге бөлетін болсақ, X көбейтілген Y көбейтілген Z-ті бөлеміз Y Z-ге, бұл 6 бөлінген 3 болады. Y пен Y, Z пен Z қысқарып, сонда X тең 2-ге деген жауапты аламыз. Жалпы жауабы 2, 3, 2,